Армысыздар қадірменді боксер қауым, есімім Мадиев Исатай, бокс және аралас жекпе-жек комментаторым. Ең алдымен бокс жанкүйер ретінде менің көңілімді алдыратын бір факт бар. Бұл бокс жайлы қазақ тілді контенттің жоқтың қасы. Міне осындай бір оқылықтың орнын толтырмақшы ойымызбен жаңа бір жобаны бастап отырмыз. Ал дәл осындай жоба қазақстандық боксқа керек пе, керек жоқ па, бұны шешетін тек қана сіздер, яғни көрермен және жанкүйер. Бүгінгі алғашқы шығарылымның басты кейіпкері бұл Жан Касабудский. Касабудский алдағы уақытта, яғни 20 ақпан күні Германияның Гамбург қаласында аса ауыр салмақта WBA International чемпиондық атағын сарапқа салатын болады. Жанның қарсыласы белгілі, бүгінгі таңда бұл нигериялық боксшы Анариеде Ивариеме. 33 жаста, 19 жекпе-жек өткізген, 18-інде жеңіске жеткен. Ал Касабудскийге келетін болсақ, Касабудский өз кезегінде 14 жекпе-жек өткізіп, соның 13-інде нокаутпен жеңіске жетсе, небәрі бір жекпе-жектің төрешілерінің шешімімен аяқтаған болады. Қазір таңда Жан Касабудский бокс-рекке көз жүгіртіп қарайтын болсаңыздар 40-шы орында тұр, ал Ивариеме 115-ші орында тұр. Жалпы бокс-рек бұл жекпе-жекке бір жұлдыз деген баға беріп отыр екен. Бұндай деңгейдегі жекпе-жек үшін менің ойымша өте аз, кем дегенде 2 жұлдыз берілу керек. Жан Касабудский барымызға белгілі өте салқынқанды боксшы, қолдарын жоғары ұстап, жақын немесе орта арақашықтықта жұдырықтасқанды жақсы көреді бұл боксшы. Әрдайым арақашықтықты үзіп отырады. Әуесқой болсын, кәсіпқой бокста көрген болатынсыздар, бұл жігіттің стилі сондай бір өзгерістерге ұшыраған жоқ. Әуесқой бокста қалай жұдырықтасты, дәл осындай стилін қазір кәсіпқой бокста да өте жақсы қолданып жүр. Jan Kosabudski merkt, dass es jetzt hier schon beenden kann in der ersten Runde. Was für eine kalte Dusche für den Kroaten, und er muss noch eine halbe Minute knapp überstehen, sich in die Ringpause zu retten. Eine schwere linke, und das ist das. Ал Ивариемеге келетін болсақ, Ивариеме бұл бойы ұзын, өте атлет, қара күш иесі бұл боксшы. Қарсыласын көбінесе арақашықтықта ұстағанды жақсы көреді. Джебті көп қолданады, алдыңғы қолмен әсіресе өте көп джеб лақтырып қарсыласын арақашықтықта ұстап, алыстан соққы жасағанды жақсы көреді. Яғни алыстан жұдырықтасқанды, арақашықтықта ұстап жұдырықтасқанды жақсы көреді. Бірақ қателеспесем Рудник Хернандес болу керек. Айласын астырып біткен дәл осы Ивариемеден. Ортан қол боксшы американдық. Дәл осы Хернандес Жан Касабудский сияқты қолдарын жоғары ұстап, арақашықтықты үзіп барып, алғашқы раундтың соңында нокдаунға жіберген болатын. Өте қысқа соққылармен іштен бірден басқа соққыны ауыстырып жіберді. Дәл осы соққының салдарынан нокдаунға түсіп қалды. Осыдан кейін төрешілер жекпе-жекті тоқтатқан болады. And he's wiping off his feet. I don't know. Let's see how the count staggered. It ain't go longer. It ain't go much longer. Godzilla says he's okay. Let him go. Oh, I wanted it to continue. Міне дәл осы жекпе-жекті мысал ретінде алатын болсақ, Жан Касабудский өте ыңғайлы деуге болады Ивариемені. Және Касабудскийдің тағы да бір басымдылығы бұл әрине тәжірибе. 10 жылдан асты кәсіпқой бокста өнер көрсетіп жүргеніне, бірақ дәл осы әуесқой бокстағы тәжірибеге келетін болсақ, былайша айтқанда спорттық терминдерге жүгінетін болсақ, базасы өте бай бұл жігіттің. Касабудскийдің бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы болған, талай халықаралық додаларда өнер көрсеткен, жан-жақты үйретілген, техникалық тұрғыдан үйретілген арсеналы бай боксшы деуге болады. Ал Ивариеме қалай дегенмен бұл өзінің атлетизмі, қара күшінің арқасында жұдырықтасып жүрген, ортан қол боксшыларды жеңіп жүрген спортшы деуге болады. Сондықтан бұл жерде Жан Касабудский үшін менің ойымша сондай бір керемет қиыншылықтар болмау керек. Қалай дегенмен Ивариеме бұл үлкен бокс мектебінен өткен жоқ, тек қана бірден кәсіпқой бокста бастаған, көбінесе Нигерия, Аргентина сынды мемлекеттерде өнер көрсеткен боксшы. қай жағынан да алып қарамасаңыздар, басымдылық Жан Касабудскийдің жағында, бірақ бұл жерде атап кететін бір факт бар.
бұл мотивация. Эвареме классикалық африкалық боксшы, кедейшіліктен шыққан, былайша айтқанда қарнаш жүрген боксшылардың бірі. Алысқа барудың қажеті жоқ. Мысалы, Ресейде болған бірнеше оқиға бұл африкалық боксшылармен байланысты. Бұл Джулиус Индонго кезінде күтпеген жерден Трайновскийден нокаутқа жіберіп, одан кейін барып Ұлыбританияға барып тағы бір чемпиондық атақ тартып алған болатын, естеріңізде болса. Дурадола кезінде Кудряшовты қалай қапы қалдырып кетті. Міне осындай бір форс-мажор болып қалмаса, менің ойымша Жан Касабутский еш қиындықсыз жеңіске жету керек. Қалай дегенмен бұл бокс, аса ауыр салмақ, техника, тәжірибе оның барлығы түсінікті, бірақ дәл осы техника, тәжірибе бір ғана соққының арқасында қажет болмай қалуы әбден мүмкін. Міне осындай бір фактор ғана бар. Эваременің еншісінде ал салыстырып жан-жақты қарайтын болсақ, басымдық әрине Жан Касабутскийдің жағында. Міне осыған тіреліп барып, менің ойымша бұл жекпе-жекте Жан Касабутский 3-4 раундта техникалық нокаутпен жеңіске жету керек. Ал сіздердің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде комментарийге қалдырып кетіңіздер.